бір елдің билеушісі өзінің қызын жаңағы әдемілеп киіндіреді да, сөйтіп қасына қызметшіні қойып, бүкіл ауылды, базарды, қаланы аралатып шық. Бүкіл қаланы аралатып шық дейді. Жақсы дейді да, қызметшісі аралатып шығады. Сосын келгеннен кейін қызметшіден сұрайды, қандай жағдай болды дейді. Не болды? Қызметші айтады, еш нәрсе болған жоқ, біз жай аралап бәрін халықтың арасымен жүріп келдік, бірақ бір базардың жанынан өтіп баратқанда бір жағдай болды. Одан басқа ешқандай жағдай болған жоқ дейді. Не жағдай болды? Бір кісі келді да, қызыңызды құшақтап тұрып бетін сүйді да кетті дейді. Анау жаңағы патша айтқан екен да, Аллаға шүкір деп, қарызым өтелген екен сонымен деп. Себебі ол бір сұлу әйелді жас күнінде көрген кезде, соны шыдай алмай барып бетін бір сүйген екен да. Соны Алла Тағала қызына қайтарып беріп отыр. Егер, себебі зина деген нәрсе, ол Алла сақтасын, ол бір қарыз секілді, біреуден алатын қарызыңыз секілді, оны өтеп бересіз. Егер зина жасайтын болса біреу, оны өтеп береді, ол Құдай сақтасын, қызымен өтеп бере ма, немесе апасымен өтеп береді ол. Себебі ол біреудің қарындасымен, біреудің апасымен, немесе біреудің анасымен зина жасады, Алла сақтасын. Көрдіңіз ба, осылай Алла Тағала біреуге жамандық жасайтын болса біреу, оны алдынан шығарып береді, қайтарып береді.